Баян Есентаева жаңа жұлдызды жарқыратпақ. Танымал продюсер Су жаңа жобасымен қанаттанып жүр. Соңғы кездері музыкалық элитаның арасында әдетке айналғандай, Есентаева ханымның көзі әнші Жарқынай Ханайымға жанды дауыс жобасында түскен. Заметить. Продюсер ретінде мұндай дарынды байқамау мүмкін емес. Әр бағдарлама сайын ол мені өзінің вокалдық шеберлігімен таңғалдыратын. Осыдан мен Жарқынайға бірге жұмыс істеу туралы ұсыныс жасадым. Әншінің бойындағы дарынды байқау бір бөлегіс, ал оған сәйкес сапалы репертуарды таңдау тіпті үлкен жауапкершілікті талап етеді. Осылайша Баян Есентаеваның шығармашылық тобына музыкалық продюсер Бағым Мұхидиновамен бірігіп, қажетті туындыны таңдау үшін біраз ойлануға тура келді. С тех пор прошло много времени. Біз алғашқы басты тректі жарты жыл уақыт іздедік. Әлемді классиканы интерпретациялауға бел будық. Дмитрий Шостаковичтің прелюдиясын тыңдадық. Бұл үшін Бағым Мұхидиноваға алғысымды білдіремін. Ал әннің аранжировкасын Дилмурат Бахаров жасады. Ұзақ процестен кейін махаббатым әні туындады. 2,5 октавамен бірнеше модуляциядан тұратын әнді әнші Жарқынай Ханайым керемет орындайды деп сендірді продюсер. Ал бейнебаянның сюжеті бойынша әнші махаббат тәлкегін кешіп біраз қиналады. Сәтсіз махаббат жайлы, жаңағы адам өзінің махаббатынан айырылған кезде қанатынан айырылған құсқа теңелген сияқты болды. Продюсердің айтуы бойынша Жарқынай Ханайымның негізгі аудиториясы жоғарғы сапалы шығармашылықты бағалайтындар мен эстеттер болмақ. Ал өзінің махаббатым деп аталатын бейнебаянын әнші көрермендер назарына наурыздың аяғында ұсынбақ. Ал әзірше продюсер мен орындаушы